Осы түсірілімде көретіндеріңіз біздің әкеміз Қыдырбай Распаевтың өмір жолы. Ол кісі 19 ғасырдың аяғында туып, Тана Мырза мешітінде ескіше білім алған. 20 жылдардан бастап мұғалімдік қызмет атқарды. Ескі араб әрпі, төте жазу, латын әрпі, ең ақыры кириллицаға ауысу замандарын басынан өткеріп, өз білімін жетілдіре отырып, балаларға сабақ берді. Болашақ ұрпаққа аталарының өмірі өнеге болсын деп, перзенттік міндетімді атқарып, осы роликті сіздерге ұсынып отырмын. Қыдырбай Распайұлы 1888 жылы 5 мамыр күні Семей облысының Ақсуат ауданының Қарғыба ауылында дүниеге келген. Әкесі Шалаұлы Распай, шешесі Биязбай қызы Талжан. Қыстағы қазіргі Қарғыба ауылының аумағы, жаз жайлауы Қалбатауы болған. Осы жерлерде көшіп қонып жүрген. Атам Распай Шалаұлы Семейге кіре тартып, ұсақ саудамен айналысыпты. Қыдырбай Распайұлын 8-9 жас шамасында Тана Мырза мешітінің жанындағы медресеге әкесі оқуға береді. Ақсуат өңіріне 50-60 жылдары аса белгілі болған Жақия молдамен бірге медресені бітірген. Сол оқуды үздік бітіріп, 1920 жылдарға дейін Көкпекті Ақсуат өңірінде балаларға ескіше сабақ беріп, сауатын ашу жұмысымен айналысқан. Қазан төңкерісінен кейін Кеңес өкіметі мектептер ашқан кезде алғашқылардың бірі болып мұғалімдік жұмысқа кірісіп кеткен. 1923-24 жылдары Көкпекті ауданында бастауыш мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Өз сөзі бойынша мұғалімдік жұмысты 20 жылдан бастаған екен, бірақ ешқандай құжат ол кезде болмаған болу керек, Кеңес үкіметі жаңа құрылып жатқан уақытта. 24-31 жылдары Көкпекті ауданы Құмкөл ауылында бастауыш мектепте мұғалім болып жұмыс істейді. Аягөзде тұрған руы көнші Қайранбаев Сыдықхан ақсақалдың айтуына қарағанда, 28 жылдың күзінде Ақсуаттың Құмкөлінде Распаев Қыдырбайдан бастауыш мектепте сабақ оқып жүріпті. Сол уақытта өмірдің қиыншылық жағдайларымен атасы Қайранбаймен бірге Қытайға кетуге мәжбүр болған екен. Әке-шешесі мен басқа туыстары 1 жыл бұрын кеткен екен. Сол кезде Сыдықхан ақсақал 12 жастағы бала екен. Бұл әңгімені Сыдықхан ақсақал 93 жыл Аягөзде айтып еді. Осы 31 жылы Құмкөл ауылында біздің анамыз Ләтипа Садық қызына үйленген болу керек. 31-33 жылдары Тарбағатай ауданы Жослы Бұлақ деген жерде мектеп меңгерушісі болады. Анкетада жазылған Жослы Бұлақ деген жер атауы түсініксіздеу. Сол кезде құжаттардың бәрі орыс тілінде жазылған, көптеген қазақ сөздері қате жазылып кеткен. Мүмкін бұл жер Жусалы Бұлақ немесе Жасыл Бұлақ шығар. 33-34 жылы Көкпекті ауданы Қаракөндікөл ауылында мектеп меңгерушісі болады. 34-35 жылы Тарбағатай ауданы Голощекин мектебінде меңгеруші болды. 35-36 жылдары Тарбағатай ауданы Сабан бастауыш мектебіне сабақ береді. 36 жылы Тарбағатай ауданы Ортақшыл бастауыш мектебінде сабақ беріп жүріп, Ақсуат ауданына ауысып кетеді. 36-37 жылдары Ақсуат ауданының Ерназар бастауыш мектебінде меңгеруші болып істеген. Осы жерде тұрған кезде қаңтар айында Роза деген қызы дүниеге келді. Осы ауылда Ақсуатқа белгілі адам Дәуітбек Ыдырышев біздің үймен көрші тұрады. Ол кісінің анасы Мәрия апа біздің Роза апайдың кіндік шешесі болыпты. Бір айтатын жайт, Ерназар мектебінің тарихын қазіргі уақытта 35 жылы басталады деп жазады. Мысал Қазақстан мектебі журналының 98 жылы шыққан 2-3 санында 37-38 жылдары мектептің тұңғыш директоры Әбдікәрім Кәбеков деп жазылған. Қыдырбай Распайұлы 36-37 жылдары осы мектептің меңгерушісі болды. Менің ойымша 20-23 жылдары барлық ауылдық жерлерде
Бастауыш мектептер ашылып жатқан кезде Ерназар ауылында да мектеп ашылу керек еді. Жәнтікей қажы салған мешіттің медресесі 10 жылдан артық қаңырап, бос тұруы мүмкін емес сияқты. 37, 38, 39 жылдың аяғына дейін Ойшылық ауыл советіне қарасты жаңа қоғам бастауыш мектебінде ұлан іргеде сабақ берген. Осы жерде Фариза деген қызы дүниеге келген. 38 жылы мұғалімдерді жаппай аттестациядан өткізу науқаны болады. Біздің қолымызда 2007 жылы ақпан айында Семей қаласының архивынан алынған, 1938 жылы желтоқсан айында шыққан Қазақ СССР оқу халық комиссарының келесі мазмұндағы хаты. Осы аттестациядан өткен құжаттарға қарап түсіндіруге ата кетейік. Бірінші құжат Қазақ СССР оқу халық комиссарының хатының фотокопиясы. Мұнда аттестациядан өткен 40 мұғалімге қатысты деректер жазылған. Мұнда былай деп жазылған: рассмотрев материал комиссии и приказ Зафа Блано от 2 июля 1938 года за номером 365А по аттестации учителей Аксотского района Восточно-Казахстанской области, ниже перечисленным лицам предоставить право временно продолжать учительскую работу в начальной школе с обязательством сдачи испытаний за курс педучилища к 1 августа 1940 года. Енді осындағы мұғалімдердің фамилияларын қай жерде екенін жылдам оқып берейік. Әлімбаев Иманғали, начальная школа, жаңа құрылыс. Жұманбаев Шәріпхан, жаңа құрылыс. Бакирова Насима, школа имени Ворошилова. Нұржанов Шәкір, Калинин атындағы мектеп. Тышқанов Бидан, Калинин мектебі. Шатыгарин Мұқсым, жаңа қоғам мектебі. Жолаев Сләмғазы, ұлан ірге мектебі. Игісінов Жапар, Хабарасу мектебі. Распаев Қыдырбай, қоғам мектебі. Бұл жерде Распаев Қыдырбай біздің әкеміз ғой. Ол кісі спискта бар, бірақ үстінен сызық қойған. Оны артынан айтам неге олай болған. Батырханов Мәуліхан, қоғам мектебі. Ильясов Рамазан, Ақоба. Серікбаев Әмен, Ақоба. Үркімбаев Қали Ахмет, Базар. Шегебаев Заманбек, жаңа тілек. Әмірғалиев Камаш, жаңа жол. Әділғазинов Сағындық, Қарғыба мектебі. Керейбаева Шәкен, жаңа мектеп. Құсайынов Жамалбек, Тебіске мектебі. Ахметов Қажыкей, жаңа жол. Хасенова Асқап, жаңа жол. Смағұлов Жағыпар, Сұлутал. Әлханов Ахмет Кәрім, Құндыз. Тыныбаев Айхан, Қарасу. Маликов Жұмағали, Қарасу. Қыдырбаева Асия, жаңа мектеп. Шаймарданов Рамазан, жаңа мектеп. Дубаев Қаматай, жаңа мектеп. Мағзумов Тоқфи, жаңа мектеп. Құсайынов Жүніс, Көкжыра. Қапсалам Рызымбай, Көкжыра. Құттыбаев Кәрібай, Көкжартас. Қайырбеков Құдайберген, Максим Горький мектебі. Оразбаева Бибі, Максим Горький. Қайларов Смағұл, Ақжайлау. Бейлғожин Төкен, Ақжайлау. Жәкеев Мұхамеджан, жаңа несіп. Байтуғанов Дүйсенбай, жаңа несіп. Қарамурзин Апсейт, Еңбек. Нұрбаев Кәрім, Майлышат. Тұраров Абдыкәрім, Батпақтас. Мұқашев Отар, Еспе. Сұлтанбеков Сейтрахим, Еспе. Торсықбаев Мұхан, Ленин жолы. Бипанов Тұрғазы, Ленин жолы. Молдажанов Уап, Қарасу. Төлегенов Уәсіл ғой, Алғабас. Тоғызбаев Бекбосын, Оян бірлік. Алатаев Төкен, Қарасу. Шарафиев Мұрзағали, Үшарал. Нарком просвещения Казахской ССР Абдықалықов, қол қойған датасы 26 қазан 38 жыл. Екінші құжат міне приказ по Народному комиссариату просвещения Казахской ССР, город Алматы, 2377, 23 октябрь 38 жыл дейді. 38 жыл. О присвоении персонального звания учителям начальных школ Аксуатского района Восточно-Казахстанской области в соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР
о персональных званиях для учителей начальных и средних школ и постановлением СНК СССР и ЦК ВКПБ о порядке введения персональных званий для учителей и назначении учителей, заведующих и директоров школ от 10 апреля 1936 года приказываю. Параграф 1. Присвоит персональное звание учителя начальной школы следующим лицам. Амиргалиева Джамал, учительница начальной школы Улан-Ирге, Распаева Кадырбай, учителю Қоғам. Освободить от педработы как неподготовленных и непригодных Новолоцкого Андрея Ивановича, учителя НШ Жаңажол, Бозова Тұрғазы, Қалқымбаева Кәкен, учителя Көкжартас начальной школы, Сапшева Мәжит, Жаңа Несіп, Жадрин Жакижан, Көктөбе и Бегімжанов Төлеубай, Көктөбе. Нарком просвещения Казахской ССР Абдыкалыков, вноситель Аспандиаров. 23 октября 1938 года. Осы бұйрық бойынша біздің әкеміз арғарай учитель начальной школы деген атақ алған. Қазір соның свидетельствосын көрейік. Нарада көріп отырғандарыңыз біздің әкеміздің 38 жылғы аттестацияның нәтижесінде 1939 жылдың 12 қаңтарында алған аттестаты. Енді мына латын әрпімен жазған жағын оқып көрейік. Қыдырбай Распаев 5 рет мұғалімдердің білім көтеру курсын бітіріп, мектепте педагогтық жұмыстың стаж сынынан өтті. Сондықтан 36 жылы апрельдің 10-ында СССР орталық атқару комитеті мен халық комиссарлары советінің оқытушыларға атақ беру туралы шығарған қаулысы бойынша бұл жолдасқа бастауыш мектеп оқытушысы деген атақ берілді. Қазақ СССР оқу халық комиссары Әбдіқалықов. Мына екінші жағында орысша жазылған. 12 январь 39 жыл, номері 3448. Бұдан кейін біздің әкеміз 1940 жылдың қаңтар айынан бастап 41 жылы оқу жылы біткенше Шапай, қазіргі Тана Мырза ауылында бастауыш мектепте сабақ берген. Кейін көрнекті ғалым болған Қажи Нұрсұлтанов деген ағамыз сол ауылда біздің әкемізден 3-ші сыныптың 3-ші, 4-ші тоқсандарын және 4-ші сыныпты толық оқып бастауыш мектепті бітіріп шығыпты. Ол ағамыз ұзақ жылдар Семейдің пединститутында математика пәнінен сабақ берді. Ғылым докторы, профессор. Қажи аға жасына қарамай Шәкәрім атындағы университетте сабақ беру жұмысын 80 жасында өмірден қайтқанша жалғастырды. Сол Қажи ағамыздың айтуына қарағанда біздің үйде Әділбек аға, біздің немере ағамыз тұрыпты. Ол Қажи ағамен бір сыныпта оқыпты. 1941, 42, 43 жылдары біздің үй Тебіске колхозында тұрады. Сол жерде 41 жылдың қазан айында Саясат деген апайымыз өмірге келеді. Сол ауылда тұрған кезде біздің шешеміз сиыр фермасының меңгерушісі болады. 43-44 жылдары біздің отбасымыз Максим Горький колхозы Ақжайлау ауыл советі Қызылтас деген жерде тұрады. Марат деген тұңғыш ұлы осы жерде дүниеге келеді. 45-46 жылдары отбасымыз Ақсуаттың Қызыл Жұлдызында тұрады. Әкеміз сол ауылдың мектебінің меңгерушісі
болып жұмыс істейді. Осы жерде 46 жылы Нәзигүл деген қызы дүниеге келген. 46-47 жылдары Қараталда тұрып жұмыс істейді. 47-48 жылдары Тарбағатай ауданының Каганович колхозында тұрып жұмыс істейді. 1948-49 жылдары сол Тарбағатай ауданының Бәкөй ауылына таяу Құрылыс деген кішкентай ауылда мұғалім болып жұмыс істейді әкеміз. Сол жерде 49 жылдың сәуір айында Манарбек деген ұлы туған. Сол жақта жұмыс істеп жүргенде 48 жылы шілде айында Марат ағамның аттан құлап аяғы сынады. 4 жасында. Санның жілік сүйегі сынып, тартылып айқасып қалған. Дәрігерлер аяқты кесу керек, әйтпесе бала өледі дейді. Өйтіп мүгедек боп өмір сүргеннен өлген жақсы деп әкеміз көнбейді. Осы сынған сүйекті әкеміз аруақтарға сыйынып отырып өз қолымен орнына салған. Медреседе алған білімінің де арқасы шығар. Баланың сан сүйектері сынып айқасып қалған. Шешеміз баланы ұстап тұрған, әкем сынған сүйекті тартып отырып орнына келтіріп салған. Бала шырқырап, жылап талып қалады. Болғаннан кейін шешеміз сынықшыға барады. Ол кісі 1-2 күннен кейін келем деп бір ағаштарға ұқсас, бөшкенің ағаштарына ұқсас, тақтайшалар беріп жүреді. 2 күннен кейін сынықшы келіп баланың аяғын тексеріп, пышақтың қырымен тексереді екен сынықтың қайта түскен жерін. Пышақтың жүзінде генә ауытқу бар екен, бірақ енді тиісіп керегі жоқ дейді. Шиналармен орнықтырып, сынықтың сыртынан байлап тастайды. Содан кейін больницаға апарып гипс салғызған. Содан 40 күн дегенде Марат ағам 2 аяғына тұрып, ақырындап жүре бастап, сол күйі құлан таза жазылып кеткен, мына сынған сүйек. Осы уақытқа дейін кейде айтады, бір ауа райы бұзылған кезде аздап сырқырайды деп, сол аяқтың сүйектері. Сонда сол әкеміз қалай болғанда да көкірегі ояу адам болған ғой. Өз қолымен өзінің ұлын емдеген. Ол емдеген моментте басқа ұлдары болған, сол жаңғыз ұл. Сонда да өзінің сол мінезінің арқасында, білімділігінің арқасында, сол ешкімге көнбей, аяқты кескізбей емдеп шығарған баланы. 1949-50-51 жылдары Тарбағатай ауданының Қарасу деген жерінде жұмыс істеген. Осы жерде Таңатарып Құсайын деген мұғаліммен қызметтес болады. 51-52 жылдары осы ауданның Ақ мектеп деген жерінде сабақ береді. Құсайын ағалар да біздің отбасымен қатар көшіп келіп осы жерде жұмыс істейді. Жас мұғалімдерден Айпан, Бөкен деген әйел адамдар жұмыс істепті. Осы Ақ мектепте жұмыс істеп жүрген кезде әкеміздің еңбегі бағаланып, еңбек қызыл ту орденімен марапатталады. Мына жерде көріп отырғанымыз Шығыс Қазақстан облыстық атқару комитетінің 1951 жылдың 15 қаңтар күнгі орден медальдарды тапсыру хаттамасы. Ал енді әкемізге еңбек қызыл ту ордені берілу туралы КСРО жоғарғы кеңесінің указы көріп отырғандарыңыздай нөмір 232 1949 жылдың 2 қараша күні екен. 1 жылдан астам уақыт өткізіп барып, неге тапсырған түсініксіздеу. Бұрын діни оқу оқыды деген әңгіме болды мекен. Енді мұна көріп отырғандарыңыз протоколдың 2 беті. Осы протокол бойынша 14 адам марапат алыпты. Соның ішінде жалғыз қазақ біздің әкеміз екен. Бұл да сол кездегі өмірдің бір сипаттамасы. Ары қарай жалғастырайық. 52 жылы Ақсуат ауданының Комсомол колхозына ойшылықке көшіп келеді. Ойшылық ауылында 53 жылдың қарашаның 5 күні кенже баласы Мейрамбек дүниеге келген. Осы жолдардың авторы әкеміздің фамилиясының иесі болып қалған жалғыз баласы Распаев Мейрамбек мен болам. Қалған аға апайларымның барлығы Қыдырбаевтар. 53 жылы 27 желтоқсан күні Қыдырбай Распаев өмірден озды. Өлерінің алдында ауырып жүреді де, дәл қайтыс болғанда шешемізбен әңгімелесіп отырып кенеттен ал Ләтипа қош бол деп жүріп кетеді. Мамамның айтуына қарағанда ақырғы сөзі жартылай дұрыс айтылмай жұтылып кеткен екен. Әкеміздің жатқан жері Ойшылық ауылының шығыс жағында Туғанбайұлы Кеңесқалиға арнап салынған зиратта жатыр. Біздің отбасымыздың сол кезде зират салатындай жағдай жоқ екенін біліп, Туғанбай ағамыз өзіне арналған орнына әкемді жерлеген екен.
әкеміздің оқушыларының ішінде өмірде кезіктіргенім 28 жылдары Құмкөл ауылында сабақ оқыпты. Қайранбаев Сыдықхан деген ақсақал кейін Аягөзде тұрды. Әкемізден сабақ оқып, одан кейін сол жылдары сол өмірдің қиын жағдайларымен Қытайға кеткен, сол жақта жүріп, кейін сол Аягөз қаласында тұрды бұл кісілер. Енді бір оқушысы Қажи Нұрсұлтанов деген ғалым ағамыз болды, математик, профессор. Осы Пейди институтта, Шәкәрім университетінде, осы оқу орындарында сабақ берді. Және бұл кісі тарихи зерттеулерде көп еді. Сол кісінің жазған мақалаларынан біраз әңгіме айтайық. Одан кейінгі тағы да бір оқушысы Есен Әукабаев деген ағамыз. Ол кісі бұрынғы партсъез сол Құмкөл ауылында тұрады, Семейде тұрады, балалары Семейде. Ол кісі подстанцияда, сол Құлбабас подстанциясында жұмыс істеді. Оның алдында комсомол колхозында энергетик болған, совхозда. Сондай жұмыстар атқарған, мастер болған, монтер болған. Өзі осы біздің энергетика саласы ең үлкен ақсақалы қазіргі уақытта Ақсуат ауданында жұмыс істегендердің ішінде. Осындай адамдар, міне мына фотоларда сол кісілерді көрдіңіздер жаңа. Мына Есен ағамыз жеңгеммен түскен фотосы. Енді сол әкеміздің баспа бетінде шыққан мақалалар Қажи Нұрсұлтанов жазды, сол ағамыз. Басқа кісілер жазды, солар туралы таныстырып өтейін. Мына жерде көріп отырғанымыз біздің шежіре ағамыз Қарпақ Егізбаевтың фотосы. Бұл кісінің Тағылым деген кітабы, міне сол кітаптың 167 бетінде мен әкем туралы жазылып өтіп, сонда ол кісі бүйтіп жазады. Руы Жанай соғыстан көп кейін қайтыс болған мұғалім, өткеннен мол хабары бар шежіре Распаев Қыдырбай ақсақал, Елеу деген ақын сондай адам болыпты сол заманда. Сол туралы айтып беріп, бұл кісілер жас кездерінде бірге жұмыс істеген ғой, мына Ақжайлау Қызылкесіктің жерінде. Кейін жеке әңгімеде де аға айтқан, әкелерің керемет шежіре адам еді, білетіні көп, сал келтірген сол әкем айтқан сөз. Мына білім дегеніміз құдық сияқты, құдықтың суы сияқты, қанша алсаң да таусылмайды, ары қарай ала бересің. Сол Қарпақ ағамыздың жазғандары мынау. Енді келесі авторымыз Қажи Нұрсұлтанов деген ағамыз. Бұл кісі енді өзі математик бола тұра тарихты керемет зерттеген адам. Ел тынысы деген газет. Бұл Алашорданың арысы Тайыр Жомартбаев ағамыз туралы негіз. Семей Алаш өркениетінің ақ ордасы деп аталады мақаланы. Осының ішінде міне біздің әкеміздің фотосы жүр. Әсияпаймен бірге түскен фотосы. Қажи ағамыздың қолтаңбасы міне Қарғыба бойында, Тана ауылында 38-41 жылдары бастауыш мектептің 2-4 сыныбында сабақ алған сүйікті де құрметті ұстазым Қыдырбай мұғалімнің ұлы Мейрамбекке зор құрметпен автор деп берген, жазып маған. Біздің әкеміз де сол мына Зайсанда, Семейде білім көтеру курстарында болды ғой. Сол кезде осы Тайыр Жомартбаевтан да оқыпты. Сол туралы жазған мұның ішінде. Содан кейін сол Тайыр Жомартбаевтың өлеңін жаттатыпты, бірақ ол кісі ол кезде ұдаланып кеткен адам ғой. Содан кейін сол авторын айтпады дейді. Неге айтпағанын біз сонда кейіннен түсіндік деп сөйтіп жазады. Енді тағы бір мақаласы. Мынау Тана Мырза Тағылымы деген мақала. Бұл Семей таңы 91 жылы 26 қарашада шыққан екен. Бұл жерде де біздің міне әкеміз туралы жазыпты. Тананың бүкіл тарихын жазған ғой енді мына мақаланың ішінде. Сонда солардың арасында дейді, міне сол қасиетті ғибадат орындарда діни және ұстаздық қызмет еткен игі ойлы имамдар мен білімгер моллалардан немесе сонда оқыған зерделі шәкірттерден тәлім көрген, сабақ алған мұғалімдер тобы 20 ғасырдың бас кезінде Зайсан, Тарбағатай, Көкпекті, Ақсуат аудандарында талай жылдар бойы лек-легімен бала оқытып келді. Халық ағарту жүйелерінде табанды қызмет атқарды. Солардың арасында Тананың тікелей аталас ұрпағы болып келетін Распаев Қыдырбай, Өтеу Кәрім, Байжұман Жұмағали сияқты аттары мен істері бүкіл Ақсуат, Ақмектеп, Көкпекті аудандарында аян таңдаулы ұстаздар көптеп кезігетін. Қажи Нұрсұлтанов Семей педагогикалық институтының математика кафедрасының доценті, педагогика ғылымдарының кандидаты. Семей таңы. Енді тағы бір мақала
өнегелі өмір дейді. Мынау Ақсуат арайы 91 жыл сол жаңағы мақаламен жалғасып жатыр. Біраз қысқартылып жазылған. Мұнда да сол біздің әкелеріміз туралы міне тананың тікелей аталас ұрпағы болып келетін Распаев, Қыдырбай, Өтеуов, Кәрім сияқты аттары мен істері бүкіл Ақсуат, Ақмектеп, Көкпекті аудандарына белгілі ұстаздар деп жазған екен. Ал енді мынау Қализада Қалиев деген ағамыз жазған мақала 9 қазан 2008 жыл дейді. Мынау осы Семей таңы болу керек. Соның ішінде Қализада ағамыз енді бұл кісі көп жылдар бойы мына Ақсуат оқу бөлімін басқарды ғой. Сонда бүйтіп жазады. Сол кездегі ақпараттар бойынша аудан көлемінде 16 ғана бастауыш мектеп болды. Онда Зайсан қаласынан 6 айлық 1 жылдық курсты бітіріп келген адамдар мұғалімдік етті. Олар Өтеуов Кәрім, Мейірханов Есқали, Салықова Менке, Распаев Қыдырбай деген мұғалімдер еді дейді. Осындай мақалаларда, кітаптарда әкеміздің аты қалды. Қализада Қалиев, еңбек ардагері, Ақсуат ауылы дейді. Менің ойымша ең маңыздысы біздің әкеміздің оқушылары қалды, ұрпақтары қалды, ісін жалғастыратын.